Ассалаумағалейкум достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Дала ұлы даланың қақаған аязы сүйектен өтіп барады. Көз аштырмас боран. Аспан мен жер тұтасып кеткендей айнала түгел ақ түтек. Осы ақ тозақтың ішінде қара нүктедей болып бір адам келе жатыр. Ол Қайсар. Қайсардың үстіндегі шинелінің етегі жыртылған, иығындағы қызыл армияшының белгілерін өзі жұлып тастаған. Оның демі үзік-үзік. Әр қадамы өліммен алысу. Ол жай ғана адасқан жолаушы емес, ол бүкіл кеңес өкіметі іздеп жатқан отан опасызы, дезертир. Бірақ Қайсар өзін сатқынмын деп санамайтын. Оның көз алдында әлі де Сталинград түбіндегі қанды қырғын, окоптағы достарының шашыраған миы, командирдің мағынасыз бұйрығымен қырылған үздік тұрды. Ол қорқақтықтан қашқан жоқ, ол мағынасыз өлімнен, әділетсіздіктен қашты. Эшелоннан секіріп кеткеніне 3-ші тәулік. Бір көрініс. Үміт оты. Түн ортасы ауған шақ. Қайсардың кірпігіне мұз қатып қалған. Аяғын үсік шалғанын сезді. Етігінің табаны тесіліп қардың суығы етіне жетті. Бәрі бітті деп ойлады ол, қазақтың даласында, өз топырағымда үсіп өлетін болдым ау. Ол құлай жаздап барып тізесін бүкті. Қарға бетін көмді. Ұйқы қысып барады. Бұл өлімнің тәтті ұйқысы еді. Кенет желдің гуілінің арасынан иттің үрген даусы естілгендей болды. Қайсар басын жұлып алды. Елес пе? Жоқ, тағы да үрді. Әлсіз, қарлыққан дауыс. Ол соңғы күшін жинап басын көтерді. Боранның арасынан шамамен 1 шақырымдай жерден әлсіз жылтыраған от көрінді. Шырақ па, әлде пештің оты ма? Қайсар тістеніп орнынан тұрды. Жетемін, өлсем де, жылы жерде өлейін. Ол еңбектеп сүрініп қайта тұрып, сол жарыққа қарай ұмтылды. Жақындағанда байқады, бұл шағын ғана ауыл, бұл қыстау екен. Бар жоғы 5-6 үй. Көбінің мұржасынан түтін шықпайды, қар басып қалған. Тек шеткі үлкендеу қараша үйдің терезесінен әлсіз жарық түсіп тұр. Қайсар үйге жақындады. Есік алдындағы қар күрелмеген. Итте көрінбейді, жаңағы дауыс қайдан шықты. Ол есікті итерді. Ашық екен. Дәлізге кіріп, жылуды сезген сәтте есінен танып құлап түсті. Екі көрініс. Ояну. Қайсар есін жиғанда басы мең-зең еді. Көзін ашқысы келді, бірақ кірпіктері желімделіп қалғандай. Тұла бойы от болып жанып барады. Қызба. Ол ыңырсып дыбыс шығарды. Оянды деді біреу сыбырлап. Даусы нәзік, әйел адамның даусы. Тірі екен ғой, жарықтық деді екіншісі, қарлығыңқы, кәрі дауыспен. Әже, бұл кім? Неміс пе? Әлде қашқын ба? Милицияға хабарлаймыз ба? Бұл 3-ші дауыс жас әрі қатал естілді. Қайсар көзін зорға ашты. Бөлме іші алакөлеңке. Төрде ескі майшам жанып тұр. Оның үстінде ескі көрпелер жабылған, өзі жерде төселген төсекте жатыр. Қолы байлаулы. Ол басын көтерді. Бөлменің бұрышында, пештің жанында 3 адам отыр. 3-еуі де әйел. Біреуі жасы 80-дерге келген, бетін әжім торлаған, кимешекті кемпір. Қолында тасбиық. Екіншісі жасы 40-тар шамасындағы, жүзі шаршаңқы, көзінде мұң тұнған әйел. Үшіншісі 17-18 жасар, қолына айыр ұстап алған жас қыз. Оның көздері оттай жанып Қайсарға жек көрінішпен қарап тұр. Су? Деді Қайсар қарлығып. Кемпір орнынан қозғалды. Айгүл, су бер деді ол жас қызға. Әже. Бұл жау шығар. Қараңшы түріне шинелін жасырып қойған. Бұл дезертир. Оны суарғанымыз не, байлап НКВД-ға тапсыру керек. Деді қыз айырды Қайсарға кезеп. Тек, деп зекіді кемпір. Есігіме келген итті де суармай қумаған қазақпыз. Алдымен суын ішсін, сосын сөйлесеміз. Әкел суды. Қыз құлықсыз ғана ожаумен су әкеліп Қайсардың аузына тосты. Қайсар суды қомағайлана жұтты. Су өңешінен өтіп өзегіне жеткенде ғана есі кіргендей болды. Шеш қолымды деді ол қызға қарап. Жоқ, деді қыз шегініп. Сен кімсің?
Қайдан келдің? Атым Қайсар, қазақпын, адасып келдім. Кемпір Қайсардың көзіне тік қарады. Қайсар, қазақ екенің түріңнен көрініп тұр. Бірақ қазіргі заманда қазақ түгілі, туғаныңа сену қиын болды ғой, балам. Сенің киімің әскери. Бірақ погоның жоқ. Қаруың да жоқ. Сен майданнан қаштың ба? Қайсар үнсіз қалды. Шындықты айтса өлім. Өтірік айтса сенбейді. Мен госпитальдан келе жатырмын. Пойыз тоқтағанда адасып қалдым деп өтірік соқты. Орта жастағы әйел күрсінді. Осы боранда госпитальдан жаяу қашты дегенге кім сенеді? Жараңды таңғанда көрдік қой, оқ тимеген. Тек үсік шалған. 3 көрініс. Әйелдер патшалығы. Қайсар 1-2 күннен кейін ғана орнынан түрегеле алды. Осы уақыт ішінде ол бұл үйдің және осы ауылдың жағдайын бақылап үлгерді. Жағдай мүшкіл еді. Бұл үйде тұратындар Зере әже, ауылдың үлкені, ақылшысы. Күйеуімен 3 ұлы соғыста. Хабар ошарсыз. Сәуле, орта жастағы әйел, Зере әженің келіні. Күйеуі соғыста қайтыс болған, қара қағаз келген. Айгүл, Сәуледің қызы. Мінезі тік, намыссыл, еркек шора болып өскен қыз. Ең қорқыныштысы, бұл үйде ғана емес, бүкіл Қараөзек қыстауында бірде-бір еркек кіндікті жоқ екен. Барлық ер азаматты соғыс шалмаған. Бірі өлген, бірі хабарсыз, бірі еңбек армиясында. Ауылда қалғандар тек кемпір-шалдар, жесір әйелдер және шиеттей балашаға. Қайсар далаға шыққанда жүрегі ауырды. Қоралар бос. Мал жоқтың қасы. 1 сиыр мен 2 ешкі ғана қалған. Отын жоқ, әйелдер қораның қиын, қураған шөпті жағып күнелтіп отыр. Үйлердің шатыры құлап қалайын деп тұр. Терезелер ескі көрпемен қымталған. Аштық пен суық әр үйдің есігін қағып тұр еді. Қайсарды көрген көрші әйелдер үрпиісіп қалды. Олар еркек көрмегелі көп болған. Біреуі үміттене қараса, енді біреуі жиіркене қарады. Бұл кім? Зере апа, мұны неге сақтап отырсыз? Бұл қашқын ғой. Ертең КВТ келіп бәрімізді атады осы үшін. Қоңыз мұны. Арамтамақ керек емес бізге. Әйелдердің шуы Қайсардың намысына тиді. Бірақ ол не дей алады? Олардікі дұрыс. Ол қауіпті адам. Ол осы бейкүнә жандарға кесірін тигізуі мүмкін. 4 көрініс. Сынақ. Кешкісін үйде ауыр әңгіме болды. Сен кетуің керек, жігітім, деді Зере әже шайын ұрттап отырып. Көрдің ғой, ауылдың жағдайы мүшкіл. Өзіміз ашпыз. Сені асырайтын жағдайымыз жоқ. Оның үстіне аудан орталығынан уәкілдер келіп тұрады. Сені көрсе, бізді де аямайды. Жауды жасырдыңдар деп соттайды. Қайсар басын төмен салды. Түсінемін, әже. Ертең таңертең кетемін. Қайда барасың? Деді кенет Айгүл, далада үсіп өлесің ғой. Өлсем өз обалым өзіме. Сендерге зияным тимесін. Түнде боран қайта күшейді. Қайсар ұйықтай алмады. Ол үйдің ішіндегі әрбір дыбысты тыңдады. Кенет дәліз жақтан көрсеткен дауыс естілді. Үйдің ескірген есігінің ілгегі жұлынып, боран есікті ашып жіберген екен. Суық жел үйге лап қойды. Сәуле мен Зере әже оянды, бірақ олар есікті жабуға шамалары келмей жатты. Желдің күші сұмдық еді. Қайсар атып тұрды. Жаралы аяғына қарамастан есікке ұмтылды. Ол бар күшін салып, есікті итерді. Желмен алысып ақыры есікті жапты. Бірақ ілгек сынып қалған. Балға бар ма? Шегеше, деп айқайлады ол. Айгүл жүгіріп барып тот басқан құралдарды әкеліп берді. Қайсар тез-тез қимылдап есікті шегелеп бекітті. Сосын пешке отын тастап үйді қайта жылытты. Үйдің шатырынан аққан жерлерді бітеді. Таң атқанда Зере әже Қайсарға ұзақ қарап отырды. Әйелдердің қолынан бәрі келеді дейміз ғой, бірақ еркектің күші бәрібір басқа екен, деді ол күрсініп. Кетпе, әзірге қал. 5 көрініс. Құпия келісім. Бұл шешім оңай болған жоқ. Зере әже көршілерді жинады. 5 үйдің үлкендері келді. Бәрі де жесір қалған аш-жалаңаш әйелдер.
Бұл жігіт Қайсар, деді Зере әже ортада отырған Қайсарды нұсқап. Оның кім екенін, қайдан келгенін сұрамаймыз. Бәлкім қашқын шығар, бәлкім жаралы шығар. Бірақ бізге қазір көмек керек. Қыстан аман шығу үшін еркек керек. Ол бізді сатып кетсе ше, деді біреу. Ол бізге тиіссе ше, деді екіншісі. Қайсар орнынан тұрды. Оның жүзінде алғаш рет сенімділік пайда болды. Апалар, аналар, қарындастар. Мен соғыстан қаштым, рас. Оны жасырмаймын. Бірақ мен адамдықтан қашқан жоқпын. Менің де анам бар, қарындасым бар. Олардың қайда екенін білмеймін. Мен сіздерге уәде беремін, намыстарыңызға тимеймін, нандарыңызға ортақтаспаймын. Мен өз нанымды өзім табамын. Сіздерге қорған боламын. Үйлеріңізді жөндеймін, отын дайындаймын. Егер уәкілдер келсе, өзім-ақ далаға қашып кетемін. Мені сатпасаңыздар болғаны. Мен сіздердің тірі қалуларыңыз үшін, сіздер менің тірі қалуым үшін керексіздер. Бөлме іші тынышталды. Бәрінің көзінде үміт пен күдік арпалысып тұрды. Ақыры, ең кәрі кемпір, 90 жастағы Бибі апа сөйледі. Біздің ауылды жетімдер ауылы деп атайды қазір. Ешкіміміз жоқ. Егер осы жігіт Құдайдың бізге жіберген сынағы немесе көмегі болса, қарсы шықпайық. Тек бір шартым бар, егер бір жаманды ойласаң, ұйықтап жатқан жерінде бауыздап тастаймыз. Біз, қазақ әйелдері, нәзік болсақ та қаталмыз. Қайсар басын иді. Қабыл аламын. Осылайша дезертир Қайсар Қараөзек ауылының жалғыз еркегі, жалғыз үміті болып қалды. Бірақ ол алда қандай қиындықтар күтіп тұрғанын, әйелдер қауымының ішіндегі интригалар мен сырттан келетін қауіпті әлі сезбеген еді. Ауылдың шетінде боран басылған сәтте қар үстінде бөтен іздер пайда болды. Бұл адамның ізі емес еді. Бұл аштықтан көзі қызарған қасқырлар үйірінің ізі болатын. Және қасқырлар тек 4 аяқты ғана емес еді. Қайсардың Қараөзекте тұрып жатқанына бір апта болды. Осы бір аптаның ішінде ауылдың тыныс тіршілігі өзгерді. Бұрын таңертең тек желдің гуілі мен әйелдердің күрсінісі естілетін ауылдан енді балғаның тоқылдаған, араның егеген дыбыстары шығатын болды. Қайсар бос жатпады. Ол Зере әженің құлайын деп тұрған қорасының қабырғасын бекітті. Сәуле үйінің пешін жөндеп берді, енді түтін үйге емес, мұржаға кететін болды. Көрші үйдегі Бибі апаның есігіне жаңа тұтқа жасады. Ауылдағы әйелдер оған әлі де үрке қарайтын. Олар онымен сөйлесуге бата алмайтын, бірақ сыртынан бақылайтын. Олар ұзақ уақыт бойы еркек біткеннен көз жазып қалған еді. Қайсардың ауыр бөренелерді көтергені, отын жарғаны, тер иісі, бәрі оларға ұмытылған бейбіт өмірді еске түсіретін. Бір күні Қайсар су алып келе жатып Айгүлге жолықты. Қыздың қолында ауыр шелек. Қайсар көмектеспек болып ұмтылғанда Айгүл шелекті тартып алды. Керек емес, өзім, деді ол қырсыға. Айгүл, деді Қайсар, сен мені жек көресің бе? Айгүл тоқтап оған тура қарады. Жек көремін. Сенің жасыңдағы жігіттердің бәрі майданда қан кешіп жүр. Менің ағам, Сәуле апамның күйеуі, бәрі сонда. Ал сен мұнда әйелдердің арасында тығылып жүрсің. Сен қорқақсың. Мен қорқақ емеспін, деді Қайсар тістеніп. Менің көргенімді саған бермесін. Бірақ сенің құқығың бар, мені соттай бер. Осы сәтте ауыл шетінен ашы айқай естілді. Қасқыр. Қасқырлар. Бұл көрші үйдегі жас келіншектің дауысы еді. Жеті көрініс. Көксеріктердің барлауы. Қайсар мен Айгүл жүгіріп барды. Ауыл шетіндегі жалғыз сиыр тұрған қораның маңында 3-4 қасқырдың сұлбасы қараңдайды. Олар адамдарды көріп асықпай, тістерін ақситып, қырға қарай шегінді. Иттер-ай, деп жылады келіншек. Ешкімді алып кетіпті. Жалғыз ешкім еді, балаларымның сүті еді. Қайсар қар үстіндегі қан ізін көрді. Ешкіні сүйреп әкетіпті. Бұлар жай ғана қасқыр емес, деді Қайсар іздерді зерттеп. Бұл арлан бастаған үйір. Олар бізді барлап кетті. Ешкіні оңай алғанын көрді. Енді олар қайтып келеді. Және келесі жолы ешкімен шектелмейді. Кешке Зере әженің үйінде кеңес болды. Не істейміз? Деді Сәуле қорыққаннан дірілдеп. Бізде мылтық жоқ қой.
Мылтық бар деді кенет Зере әже. Бәрі елең ете қалды. Шал кеткенде ескі бердангасын тығып кеткен. Қара күн туса керек болар деген. Айгүл сандықтың астын қарашы. Айгүл еденнің тақтайын қопарып, майланған шүбірекке оралған ескі мылтықты алып шықты. Жанында 10 шақты оқ бар екен. Зере әже мылтықты Қайсарға ұсынды. Мә, балам, бұл енді саған аманат. Біз сені сатпадық, енді сен бізді қорға. Егер осы мылтықты бізге қарсы кезесең, менің қарғысым атсын. Қайсар мылтықты қолына алды. Темірдің суықтығы оның бойына күш бергендей болды. Ол мылтықты тексерді, шүртпесін басты. Істеп тұр. Қорықпаңыз, әже. Бұл мылтық тек жыртқышқа атылады. 8 көрініс. Тұзақ. Қайсар түсінді, қасқырлар түнде келеді. Олар аш. Соғыс кесірінен далада киік азайған, жыртқыштар ауылға жақындауға мәжбүр. Ал Қараөзек олар үшін дайын дастархан. Қорғансыз әйелдер, қорғансыз мал. Қайсар ауылды қорғанысқа дайындады. Ол әйелдерге есік терезені мықтап бекітуді тапсырды. Мал қораның әлсіз жерлерін бітеді. Өзі және Айгүл екеуі кезекшілікке тұратын болды. Түн аяз күшейді. Ай жарық. Қайсар үйдің шатырына шығып қарға көміліп жатты. Қолында мылтық. Айгүл төменде, қораның ішінде, қолында айыр. Уақыт өтпей қойды. Қайсардың ойына өткен күндер оралды. Сталинград, окоп, неміс снайперлері. Сол кезде де осылай жататын. Бірақ ол кезде жанында достары бар еді. Қазір ол жалғыз. Түн ортасы ауғанда желдің бағыты өзгерді. Қайсардың мұрнына өткір, жабайы иіс келді. Жыртқыштың иісі. Ол көз тікті. Ауылдың сыртындағы сайдан қара көлеңкелер сусып шығып келеді. 1, 2, 5. 7 қасқыр. Ең алдында төсі ақ, дәу арлан келеді. Ол көсемі. Қасқырлар өте сақ. Олар жерге қарсы жүріп иіс алды. Адам иісін сезді ме, тоқтап қалды. Арлан басын көтеріп ауылға қарады. Оның сары көздері ай сәулесінде жанып тұр. 9 көрініс. Шайқас. Қасқырлар тактикасын өзгертті. Олар бірден шаппады. Үшеуі қораның артына қарай айналып кетті, қалғандары алдыңғы жақтан назар аудару үшін қалды. Қайсар мұны түсінді. Айгүл, деп айқайлады ол. Артына қара. Қораның төбесін бұзады қазір. Айгүл дауысты ести сала, қораның артқы қабырғасына жүгірді. Сол сәтте шатырдың сабан төбесі опырылып, бір қасқыр ішке құлап түсті. Сиыр мөңіреп, ешкілі шыңғырып, азан-қазан болды. Қасқыр Айгүлге атылды. Қыз қорықса да айырын тосып үлгерді. Темір тістер айырдың сабын қауып қалды. Айгүл құлап түсті, қасқыр оның үстіне мінді. Оның ыстық демі қыздың бетін шарпыды. Осы кезде шатырдан оқ атылды. Гүрс. Қайсардың атқан оғы дәл тиді. Қасқыр Айгүлдің үстіне селқ етіп құлады. Бірақ даладағы қасқырлар оқ даусынан қорықпады, керісінше қан иісін сезіп жаппай шабуылға көшті. Қайсар екінші оқты салып үлгермеді, екінші қасқыр шатырға секіріп, оның аяғынан қапты. Қайсар мылтықтың дүмімен оны ұрып жіберіп төменге, қар үстіне құлады. Жерде нағыз айқас басталды. Қайсар пышағын суырып алып, өзіне атылған жыртқыштың кеңірдегін осып жіберді. Ауылдағы әйелдер де қарап қалмады. Сәуле мен басқа келіншектер қолдарына жанып тұрған алау, күрек алып шықты. Алақай, алақай, деп айғайлап олар отпен қасқырларды үркітті. Қасқырлар оттан қорқады. Арлан қасқыр жағдайдың қиындағанын түсініп ұлыды. Бұл шегініңдер деген белгі. Жыртқыштар түн қойнауына сіңіп жоқ болды. Қар үстінде 2 өлі қасқыр және қанға боялған Қайсар қалды. 10 көрініс. Сенім. Айгүл қорадан шықты. Оның үсті басы қан, киімі жыртылған, бірақ өз аман. Ол жерде жатқан Қайсарға жүгірді. Қайсар, тірімісің? Қайсар басын көтерді. Оның сол қолы қасқырдың тісінен қатты жараланған екен. Тірімін. Сиыр аман ба? Айгүл жылап жіберді. Аман. Бәрі аман. Сен құтқардың.
Үйге кіргенде Зере әже Қайсардың жарасын таңып жатып, оның бетіне мейірлене қарады. Сен бүгін тек малды емес, біздің жанымызды сақтап қалдың, балам. Енді сен біз үшін бөтен емессің. Сен біздің үйдің адамсың. Сәуле ыстық сорпа құйып берді. Айгүл болса бір бұрышта отырып Қайсарға ұрлана қарап қояды. Оның көзіндегі жек көрушілік жоғалып, орнына ризашылық пен тағы бір белгісіз сезім пайда болған еді. Таңертең ауыл тұрғындары өлі қасқырлардың терісін сыпырып алды. Бұдан жылы ішік тігеміз, деді Бибі апа. Және етін жемейміз, деді Қайсар кесіп. Қасқырдың етін жеген адамның рухы бұзылады. Біз адамбыз. Қасқырларды ауыл шетіне іліп қоямыз. Бұл басқаларға ескерту болады. Сол күні кешке қарай ауылға қарай шанамен келе жатқан адамдар көрінді. Қайсар дүрбісін, оны да Сәуленің сандығынан тапқанын алып қарады. 2 ат жегілген шана. Ішінде 3 адам отыр. Біреуінің үстінде былғары плащ, басында қызыл жұлдызды бөрік. Іңкірт, деді Қайсар сыбырлап. Уәкіл келе жатыр. Зере әже Қайсардың қолынан ұстады. Тезірек. Қораның астындағы ескі ұраға түс. Біз оларды алдаймыз. Сені бермейміз. Қайсар мылтығын алып жер астына тығылды. Ол үстінен жабылған тақтайлардың саңылауынан етіктердің дыбысын естіді. Есік ашылды. Үйге суық ауамен бірге өктем дауыс кірді. Ау, үйде кім бар? Совет үкіметінің өкілі келді. Тексеріс. Бұл аудандық милиция бастығы Ержанов болатын. Ол өте қатал, халық жауы дегенде естісе, көзі қанталап кететін адам еді. Және оның Қараөзекке келуінің өзіндік себебі бар болатын. Ержанов үйге кіргенде бөлме іші сілтідей тынды. Оның жанында 2 жас солдат бар. Ержановтың көздері кішкентай, бірақ өткір, жыланның көзіне ұқсайтын. Ол былғары қолғабын шешіп жатып, үйдің ішін тінтіп өтті. Зере әже төрге көрпе төседі. Төрлетіңіз, қарағым. Нан ауыз тиіңіз. Ержанов нанға қарамады. Ол бірден бұрышта тұрған, жаңадан жөнделген орындыққа көзі түсті. Сосын пештің мұржасына, есіктің жаңа тұтқасына қара. Үйлерің жылы екен, деді ол мысқылдап. Және еркек иісі аңқиды. Сәуленің қолындағы кесесі дірілдеп кетті. Қайдағы еркек, шырағым-ау, деді Зере әже сабырлы қалпын бұзбай. Ауылда кемпір шалдан басқа кім қалды дейсің? Бәрі майданда. Рас па? Ержанов Сәулеге жақындады. Ал мына есікті кім жөндеді? Мына пешті кім тазалады? Әлде сендер, әйелдер, ұста болып кеттіңдер ме? Айгүл алға шықты. Оның көзінде қорқыныш жоқ, тек өрлік бар. Иә, біз істедік, деді ол тік қарап. Жоқтық не істетпейді? Күн көру үшін балтада ұстадық, арада тарттық. Әлде кеңес өкіметі әйелдерге еңбек етуге тыйым салды ма? Ержанов Айгүлге таңдана қарады. Қыздың сұлулығы мен батылдығы оны бір сәт есеңгіретіп тастағандай болды. Тілің ұзын екен, қарындас. Бірақ біз тексереміз. Сержант, қораларды, шөмелелерді тінтіңдер. Күдікті ешкім болмасын. 12 көрініс. Жер астындағы тұтқын. Қайсар ескі ұраның картоп сақтайтын шұңқыр түбінде бүрісіп отыр. Үстінде ескі киіз, аяғының асты сыз. Төбедегі тақтайлардың саңылауынан шаң төгіліп тұр. Ол жоғарыдағы әңгіменің бәрін естіп отыр. Ержановтың әр сөзі жүрегіне инедей қадалуда. Егер оны тапса, бір оқпен бітеді. Бірақ осы отбасы ше? Оларды сатқынды жасырған үшін атып тастайды, немесе итжеккенге айдайды. Қайсар мылтықты кеудесіне қысты. Егер тақтайды ашса, бірінші болып Ержановты атамын. Сосын солдаттарды. Өлсем де бұларды өзіммен бірге ала кетемін. Кенет ұраның қақпағының үстінде ауыр етіктердің дыбысы естілді. Солдаттар қораға кірді. Олар пішенді найзамен түйреп жатыр. Мұнда ешкім жоқ, жолдас капитан, деді біреуі. Жақсылап қараңдар. Іздерді көрдіңдер ме? Қасқырды атқан адамның ізі бар. Әйел адамның ізі емес ол. Солдаттар ұраның қақпағының үстін басып тұр. Қайсар дем алуға қорықты. Бір солдат темекісін тұтатып шырпысын дәл саңылаудан төменге тастады.
Шоқ Қайсардың шинеліне түсті. Иіс шықпау үшін Қайсар шоқты жалаң қолымен қысып өшірді. Ауырғаны жанына батты, бірақ дыбыс шығармады. 13 көрініс. Уәкілдің құлқыны. Ержанов үйде қалды. Ол кетуге асықпады. Боран күшейіп тұр. Бүгін осында қонамыз, деді ол бұйрық ұраймен. Ет асыңдар. Арақ бар ма? Зере әже күрсінді. Ет жоқ, балам. Жалғыз сиырымыз бар, оның сүтін немерелер ішеді. Тауық та қалмады. Құрт май бар, соны қояйық. Ержанов үстелді жұдырығымен бір қойды. Ет табыңдар. Мен майданға ет жіберу жоспарын орындай алмай жүрсем, сендер мұнда сиыр бағып отырсыңдар ма? Ертең сиырды соямыз. Жартысын біз аламыз, жартысы жоспарға кетеді. Сәуле жылап жіберді. Ойбай-ау, жалғыз тұяғымыз ғой. Аштан қырыламыз ғой. Совет үкіметі аштан өлтірмейді, деп айқайлады Ержанов, сосын Айгүлге бұрылды. Ал сен, қарындас, маған төсекті анау бөлмеге сал. Жылы болсын. Және өзің де жылтып тұрарсың бәлкім. Айгүлдің көзі от шашты. Ол үстел үстіндегі пышақты алып артына жасырды. Менің төсегім көрде, деді ол тістеніп. Жолайтын болсаң, қаныңды ішемін. Ержанов қарқылдап күлді. Жабайы мысық. Маған осындайлар ұнайды. Көреміз әлі. Түн үй іші тынышталды. Солдаттар дәлізде ұйықтап жатыр. Ержанов төргі бөлмеде қорылдап жатыр. Айгүл ақырын басып қораға шықты. Ол ораның қақпағын ашып Қайсарға бір жапырақ нан мен су берді. Ол кетпей жатыр, деді қыз сыбырлап. Ертең сиырды соямыз дейді. Және маған тиіспек ойы бар. Қайсардың қаны басына шапты. Ол шұңқырдан шықпақ болды. Мен оны қазір бауыздаймын. Жоқ. Айгүл оны иығынан басты. Солдаттар бар. Олар оянса бәрімізді қырады. Шыда, бір амалын табамыз. 14 көрініс. Көрінбейтін жау. Таң атты. Бірақ бұл таң қуаныш емес, жаңа қайғы алып келді. Сәуле таңертең орнынан тұра алмады. Оның денесі от болып жанып тұр еді. Есін білмейді, сандырақтап жатыр. Су дей береді. Зере әже келіннің маңдайын ұстап шошып кетті. Сүзек, деді ол дауысы дірілдеп. Құдай-ау, сүзек келді. Сүзек тиф, соғыс кезіндегі оқтан да жаман жау еді. Ол бүкіл ауылды бір аптада жер жастандыратын. Ержанов оянғанда үйдегі аласапыранды көрді. Не болып қалды? Келінім ауырып қалды, деді Зере әже. Қызуы қатты. Сүзекке ұқсайды. Ержановтың түрі өзгеріп сала берді. Ол өлімнен қорықпайтын, бірақ аурудан, әсіресе жұқпалы аурудан қатты қорқатын. Ол бірден аузы мұрнын орамалмен жапты. Сүзек, ауылдарында эпидемия бар ма еді? Көрші ауылдан естігенбіз. Бізге де жеткен екен ғой. Ержанов артқа шегінді. Жиналыңдар, деп айқайлады ол солдаттарға. Бұл жерден кетеміз. Тез. Ол киімін асығыс киіп далаға атылды. Сиырды сою, Айгүлге тиісу бәрі ұмытылды. Оның ойында тек жұқтырып алмау деген қорқыныш болды. Шанаға отырып жатып, Ержанов Айгүлге қарады. Қуанба, қыз. Мен ауданға барып санитарлық отряд жіберемін. Бұл ауылды түгел өртейміз. Ауру таратқандарың үшін жауап бересіңдер. Шана ұзап кетті. Айгүл үйге жүгіріп кірді. Кетті. Олар кетті. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Сәуленің жағдайы нашарлап бара жатқан еді. Оның денесінде қызыл бөртпелер пайда болды. 15 көрініс. Қайсардың сыры. Қайсар ұрадан шықты. Ол үсті басын қағып бірден Сәуленің қасына келді. Жолама, балам, деді Зере әже. Жұқтырасың, бұл пәле жас кәрі демейді. Қайсар тыңдамады. Ол Сәуленің тамырын ұстады, көзін ашып қарады. Бұл бөртпе сүзегі, деді ол сенімді дауыспен. Мен мұны майданда көргенмін. Окопта беттен тарайды. Емі бар ма? Деп сұрады Айгүл үміттене.
Емі тазалық және күшті дәрі. Бірақ дәрі жоқ. Қайсар ойланып қалды. Ол шинелінің астарындағы жасырын қалтаны ұстады. Онда кішкентай әйнек құты бар еді. Бұл құтыны ол госпитальдан қашқанда ұрлап алған. Ішінде стриптоцит және хинин бар болатын. Ол бұны өзіне жаралансам керек болар деп сақтаған. Қайсар қалтасынан құтыны шығарды. Су жылтыңдар. Және шөп қайнатыңдар, жусан мен адыраспан. Ол соңғы дәрілерін сәулеге берді. Бұл оның жүрегін тоқтатпай ұстап тұрады. Қалғаны ағзасының күшіне байланысты. Келесі 3 күн ауыл үшін тозақ болды. Сәуледен кейін көрші үйдегі 2 бала ауырды. Қайсар ұйықтамады. Ол ауылдың емшісіне айналды. Ол әйелдерге киімдерді қайнатуды, үйді желдетуді үйретті. Өзі қар кешіп даладан емдік шөптер іздеді. 4-ші күні сәуленің қызуы түсті. Ол көзін ашып су сұрады. Аман қалды деді Зере әже жылап отырып. Қайсар сені Құдайдың өзі жіберген екен. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмады. 5-ші күні ауыл шетінен мотордың гүрілі естілді. Ержанов уәдесінде тұрды. Бірақ бұл жолы ол санитарлармен емес, жазалаушы отрядпен келген еді. 3 жүк көлігі полуторка ауылды қоршап алды. Көліктен түскен солдаттардың қолында винтовка, ал Ержановтың қолында тізім бар еді. Ауылды қоршаңдар. Ешкім шықпасын. Ауруларды оқшаулаймыз, ал қарсыласқандарды ату жазасына кесеміз. Қайсар терезеден қарап тұрды. Оның қаруы бір ескі мылтық және оны. Қарсы жақта 30 солдат. Ол Айгүлге қарады. Мен оларды алдаймын. Сендер қашыңдар. Қайда қашамыз? Сайдың ішімен, ескі мазарға қарай. Олар ол жаққа бармайды. Сен ше? Мен осында қаламын. Мен дезертермін. Оларға керегі менмін. Мен берілсем, олар сендерге тиіспеуі мүмкін. Қайсар мылтығын алды. Бірақ Айгүл оның қолына жармасты. Жоқ, бірге өлеміз. Мен сені тастамаймын. Бұл сәтте олардың көздері түйісті. Соғыс пен ажалдың ортасында, сүзек пен суықтың арасында, осы 2 жас жүректе махаббаттың ұшқыны пайда болған еді. Бірақ бұл махаббаттың болашағы бар ма? Ауылды қоршаған солдаттардың демінен шыққан бу аязды ауада будақтап тұр. Ержанов алға шықты. Ол қолындағы наганын ойнатып үйге қарай айғайла. Ей, жалмауыздар! Мен білемін, іште біреу бар. Беріңдер оны. Әйтпесе үйді өртейміз, күлдеріңді желге ұшырамыз. 3-ке дейін санаймын. Үйдің есігі ашылды. Бірақ ол жақтан қол көтерген Қайсар емес, Зере әже шықты. Оның артынан Сәуле, әлі де әлсіз болса да, Бибі апа және басқа да көрші әйелдер шықты. Барлығы 5-6 әйел. Қолдарында қару жоқ, тек ескі Құран кітабы мен қара қазандардың күйесі жағылған ожаулар. Олар иық тіресіп үйдің алдына тізіліп тұрды. Бұл тірі қорған еді. Атсаң бізді ат. Деді Зере әже даусы қарлықса да анық естіліп. Біздің жанымыз садаға. Бірақ үйімнің табалдырығын аттатпаймын. Бұл үйде жетімдер бар, жесірлер бар. Сендер фашист емессіңдер ғой, өз қандастарыңды қыратын. Ержанов түкіріп тастады. Маған саясат соқпа, кемпір. Бұл соғыс заңы. 1, 2. Ол мылтығын кезеген солдаттарға бұйрық беруге оқталды. 3. Дәл осы сәтте шатырдың тесігінен мылтық оңғысы жылт етті. Гүрс. Ержановтың басындағы қызыл жұлдызды бөрік ұшып түсті. Оқ дәл маңдайынан емес, сәл жоғарыдан өтіп бөрікті жұлып әкеткен еді. Бұл ескерту оғы болатын. Ержанов қарға құлап түсті, бірақ өлген жоқ, қорқыныштан есеңгіреп қалды. Атыңдар! Деп жанұшыра айғайлады ол жер бауырлап жатып. Бәрін қырыңдар. 17 көрініс. Теңсіз шайқас. Солдаттар үйге қарай оқ жаудырды. Терезелердің әйнегі шытынап қабырғаларға оқ тиіп жатты. Әйелдер үйге кіріп үлгерді. Қайсар шатырдан 2-ші оғын атты. Бір пулеметші солдат иығын ұстап құлады. Қайсардың оғы аз, ол әр оқты үнемдеп тек дәл тигізуге тырысты. Айгүл!
деп айқайлады Қайсар төменге. Майшамдарды дайында. Айгүл мен Сәуле алдын ала дайындап қойған ескі шүберектерді керосинге малып бөтелкелерге тыққан еді. Бұл Молотов коктейлінің қолдан жасалған түрі болатын. Солдаттар үйге жақындай бастады. Олар есікті бұзып кірмекші. Қазір Айгүл терезеден жанып тұрған шүберекті лақтырды. Бөтелке есік алдына түсіп лап етіп жанды. Екі солдаттың шинелі отқа оранды. Олар қарға аунап айқайлап жатыр. Бірақ күш тең емес еді. 30 қарулы адамға қарсы бір мылтық және бірнеше әйел. Оқтар үйдің қабырғасын тесіп өтіп жатты. Бибі апа иығынан жараланды. Балалардың жылаған дауысы жер жарды. Қайсардың соңғы оғы қалды. Ол мылтығын тастап қолына пышағын алды. Түсемін олармен қоян қолтық айқасамын. Әйелдерге уақыт беремін. 18 көрініс. Ақтүтек ұлы даланың қаһары. Кене табиғаттың өзі араласты. Таңертеңнен бері түнеріп тұрған аспан қақ айырылғандай болды. Солтүстіктен үскірік жел соғып бір сәтте ақ боран басталды. Бұл жай боран емес, адамды адастыратын, көз аштырмас ақ түтек еді. Желдің көйлі оқ дауысын басып кетті. Қар қапалақтап емес, шелектеп құйғандай болып, көру мүмкіндігін нөлге тең еді. Солдаттар бір-бірін көрмей қалды. Тоқтаңдар. Шегініңдер, деп айғайлады Ержанов, бірақ оның дауысы желдің өтінде жоғалып кетті. Қайсар мұны сезді. Бұл оның мүмкіндігі. Ол шатырдан секіріп түсті де, боранның ішіне сіңіп кетті. Ол үйді айналып өтіп, солдаттардың ту сыртынан келді. Қар борап тұр. Қайсар елес сияқты. Ол бір солдаттың артынан келіп, мылтығының дүмімен ұрып құлатты. Мылтығын тартып алды. Енді оның қолында автомат ППШ бар. 19 көрініс. Қасқырлар кегі. Ауыл іші азан-қазан. Солдаттар адасып, бірі оңға, бірі солға атып жатыр. Осы сәтте желдің арасынан тағы бір дыбыс естілді. У-у-у. Бұл қасқырлардың ұлуы еді. Бірнеше күн бұрын Қайсардан таяқ жеген үйір қайтып келген еді. Бірақ бұл жолы олар малға емес, қан иісіне, жаралы адамдардың иісіне келді. Ақ түтекте қасқырлар патша. Олар иіспен жүреді, ал адамдар соқыр. Қасқыр деген жан дауысы естілді. Боран ішінде көк көздер жанып кетті. Арлан қасқыр бастаған үйір солдаттарға шапты. Бұл нағыз тозақ еді. Оқ дауысы, желдің гуілі, қасқырлардың ырылы және адамдардың шыңғырған дауысы араласып кетті. Ержанов өзінің көлігіне қарай жүгірді. Айдар, машинаны оталдыр. Кетеміз. Бірақ жүргізуші орнында жоқ еді. Оның орнында терезесі сынған кабина және қан іздері ғана жатыр. Ержанов қорыққаннан наганын жан-жаққа ата бастады. Ол енді халық жауын емес, өз жанын сақтауды ойлады. 20 көрініс. Шешуші сәт. Қайсар боран ішінде Ержановты көрді. Уәкіл машинаның жанында жалғыз өзі қалған. Қасқырлар басқа солдаттармен алысып жатыр. Қайсар жақындады. Ержанов, деп айқайлады ол. Ержанов селт етіп бұрылды. Ол Қайсарды көрді. Қайсардың үсті қан-қан, қолында автомат, көзінде ашу ыза. Сен, деді Ержанов дірілдеп. Сен адам емессің, мен адаммын. Ал сен қорқаусың. Сен өз халқыңды қырдың. Енді жауап беретін кез келді. Ержанов наганын көтерді. Бірақ Қайсар шапшаң қимылдады. Ол автоматтың шүріппесін баспады. Ол жай ғана Ержановтың қолынан ұрды. Наган ұшып кетті. Қайсар Ержановтың жағасынан алды. Мен сені өлтірмеймін. Өлім саған тым оңай жаза. Ол Ержановты итеріп жіберді. Уәкіл қарға құлады. Дәл сол сәтте қараңғылықтан екі қасқыр шығып Ержановқа қарай беттеді. Қайсар бұрылып үйге қарай жүгірді. Артында Ержановтың жан түршігерлік айқайы естілді. 21 көрініс. Тыныштық. Боран таңға жуық басылды. Ауылдың айналасы қанға боялған қар. Жерде 10 шақты солдаттың денесі және 4-5 өлі қасқыр жатыр. Қалған солдаттар түнде бастарын сауғалап жаяу қашып кеткен.
Машиналар қарға көміліп тұр. Үйдің есігі ашылды. Зере әже, Айгүл және басқалар шықты. Олар аман. Қайсар үйдің қабырғасына сүйеніп отыр. Ол да жаралы. Иығынан оқ тиген, бірақ сүйекке өтпеген. Айгүл жүгіріп келіп, оны құшақтады. Тірі екенсің ғой. Тірі. Ауыл тынышталды. Бірақ бұл жеңіс емес еді. Бұл уақытша тыныштық қана. Зере әже далада жатқан өліктерге қарап, басын шайқады. Енді бізге бұл жерде қалуға болмайды, балам. Кеңес үкіметі мұны кешірмейді. Олар тағы келеді. Танкпен келеді. Қайсар басын көтерді. Білемін, әже. Біз кетуіміз керек. Қайда? Шекараға Қытай асып кетеміз. Басқа жол жоқ. Жол ұзақ, қиын. Бірақ қазір қыс, боран біздің ізімізді жасырады. Іңкірт бізді өлдіге санайды. Олар жинала бастады. Бар болғаны 1 сағат уақыт бар. Ауылдағы барлық азық-түлікті, жылы киімдерді шанаға тиеді. Қалған малды өздерімен бірге айдап алды. Керуен жолға шықты. Артта бос қалған Қараөзек, өртенген үміттер және қанды қар қалды. Алдыда белгісіздік, аяз және еркіндікке деген ұмтылыс. Қайсар шанада жаралы иығын ұстап отыр. Жанында Айгүл, ол Қайсардың қолын қысып қойды. Біз жетеміз бе? Деп сұрады қыз ақырын. Жетеміз, деді Қайсар, бізді енді ешкім тоқтата алмайды. Себебі біз өлдіге саналғандармыз. Ал өлілерден қорықпайтын жан жоқ. Керуен ақ-түтекке сіңіп бара жатты, көштің жолға шыққанына 10 күн болды. Қараөзек артта, тым алыста қалды. Алдыда Асқар шыңды Тарбағатай таулары. Қысқы тау қателікті кешірмейтін қатал мекен. Шаналардың көбі жолда қалды. Аттар арып, жүре алмай қалған соң, жүктерді адамдар өздері арқалауға мәжбүр болды. Тек ең қажетті заттар, азын-аулақ талқан, құрт, жылы киім және Қайсардың мылтығы ғана қалды. Түн тау шатқалы. Жел ұлып тұр. Биба апаның халі мүшкіл еді. Иығынан тиген оқ және кәрілік оны әбден қашытты. Ол шананың үстінде қабат-қабат көрпеге оранып жатқан. Тоқтаңдар, деді ол әлсіз дауыспен. Керуен тоқтады. Зере әже мен Қайсар жүгіріп келді. Биба аушыда аз қалды, деді Зере әже құрбысының мұздай қолын ұстап. Жоқ, Зере, менің сапарым осы жерден бітеді. Биба апа аспанға қарады. Жұлдыздар жымыңдайды. Мені осы жерге, таудың бауырына қалдырыңдар. Мен сендерге жүкпін. Мені сүйреп жүріп, бәрін қырласыңдар. Жастарды, балаларды құтқарыңдар. Қайсар қарсы болғысы келді, бірақ Биба апа оның қолын қысты. Қайсар балам, сен бізді ажалдан арашалап қалдың. Енді менің соңғы тілегімді орында. Мені көмбеңдер. Қарға көміп кетіңдер. Мен туған жерімнің топырағында емес, қарында қаламын. Бұл да қазақтың жері. Биба апа сол түні үзілді. Оны тастармен бастырып, үстіне қалың қар үйді. Зере әже ұзақ дұға оқыды. Ешкім жыламады. Көз жасы суықта қатып қалатын еді. Бұл үнсіз қоштасу болды. 23 көрініс. Соңғы асу. 15 күн. Азық таусылды. Адамдар қар суын ерітіп ішіп, аттардың ер-тұрманындағы қайыстарды қайнатып сорпа қылды. Алдыда шекара. Кеңес одағы мен Қытай шекарасы. Бұл жерде шекарашылар, пограничниктер жүреді. Қайсар дүрбімен шолып шықты. Анау асуды көрдіңдер ме? Деп нұсқады ол. Сол жерде күзет мұнарасы бар. Біз ол жерден өте алмаймыз. Жалғы жол, Сайтан көпір арқылы өту. Ол не? Деп сұрады Сәуле қорқақтап. Ол құздың үстімен өтетін тар соқпақ. Аттар өте алмайды. Жаяу өтеміз. Түнде. Түн жамылып олар құзға келді. Төменде тұңғиықта тау өзені гүрілдеп жатыр. Соқпақ тайғақ мұз. Қайсар ең алдымен өзі өтті. Сосын арқан байлап бір шетін Айгүлге лақтырды. Балаларды беліне байлап өткізіңдер. Асықпаңдар. Әр қадам тәуекел. Бір келіншектің аяғы тайып кетті.
Ол шыңғырып жіберді, бірақ Қайсар арқанды тартып үлгерді. Әйел құздың ернеуінде асылып тұрды. Айгүл мен Сәуле жабылып, оны тартып шығарды. Бұл түн олардың өміріндегі ең ұзақ түн болды. Таңға жуық барлығы арғы бетке өтті. 24 көрініс. Бөтен аспан. Олар шекара сызығынан өтті. Мұны бірден сезді. Мұнда да қар, мұнда да тау, бірақ ауасы басқашасы. Ең бастысы, арқаларынан ауыр жүк, үрей жүгі түскендей болды. Енді оларды іңкірт қумайды. Енді оларды халық жауы деп атпай. Зере әже тізе бүгіп жерді сүйді. Қош бол, атамекен. Біз сені тастап барамыз, бірақ жүрегіміз сенде қалды. Бізді кешір. Біз тірі қалу үшін кеттік. Ұрпағымыз үзілмесін деп кеттік. Қайсар мылтығын тасқа ұрып сындырды. Енді соғыс жоқ. Енді қан төгілмейді. Айгүл оның жанына келді. Екеуі қол ұстасып шығыстан атып келе жатқан күнге қарады. Бұл жаңа өмірдің таңы еді. Босқындық өмірдің, бірақ азат өмірдің басы. Эпилог. Уақыты 2015 жыл. Орны Астана қаласы. Жаңа салынған тұрғын үй кешені. Журналист жігіт қолындағы диктофонын қосып, қарсысында отырған қарт кейуанаға қарады. Кейуананың жасы 90-нан асқан, бірақ көздері әлі де өткір, өңі нұрлы. Бұл Айгүл әже еді. Содан кейін не болды, апа? Қытайға барған соң қалай өмір сүрдіңіздер? Деп сұрады журналист. Айгүл әже терезеге қарап ойланып қалды. Оңай болған жоқ, балам. Бөтен ел, бөтен жер. Тілін білмейміз. Бірақ Қайсар атаң мықты адам еді. Ол ұсталық жасады, иегін екті. Біз үйлендік. Зере әжеміз 100 жасқа келіп қайтты. Ол кісі өлгенше иелімдеп жылап өтті. Біз Қытайдың Алтай аймағына тұрақтадық. Ол жақта қазақтар көп екен. Бізді паналатты. Қайсар екеуміз 5 бала өсірдік. Олардың бәріне Қазақстандағы туыстарымыздың атын қойды. Ал Қайсар аташе. Ол кісі елге оралды ма? Айгүл әже күрсінді. Қолындағы ескі, сарғайған дәптерді сипат. Жоқ, Қайсар тәуелсіздікті көре алмай кетті. 1988 жылы дүниеден озды. Ол кісі өмір бойы өзін кінәлі сезініп өтті. Мен отанымды қорғамадым, қаштым деп қиналатын. Бірақ мен оған айтушы едім, сен отанды қорғамасаң да, отанның аналарын, отанның болашағын қорғадың. Сен бір ауылда жалдан алып қалдың. Бұл да ерлік деп. Әжей дәптерді журналистке ұсынды. Мынау оның күнделігі. Ол мұны 1943 жылдан бастап жазған. Мұнда Қараөзектегі қанды түндер, біздің қашқан жолымыз, бәрі жазылған. Мен мұны саған беремін. Ел білсін. Тарих тек жеңімпаздар туралы ғана емес, тірі қалу үшін күрескен қарапайым жандар туралы да жазылуы керек. Журналист дәптерді ашты. Бірінші бетінде әдемі, маржандай жазумен мынадай сөздер жазылыпты: мен қашқын емеспін. Мен адамын. Және менің соғысым майданда емес, адамгершілікті сақтап қалу жолында болды. Егер бұл жазбаларды біреу оқыса, білсін, үміт ең соңғы өлетін сезім. Айгүл әже диванда отырып теледидарға қарады. Онда Астананың көшелерінде желбіреген көк ту көрсетіліп жатты. Біз оралдық, Қайсар, деп сыбырлады ол. Ұрпағым өз жерінде. Қараөзектің орнында қазір егістік алқабы бар дейді. Бірақ біздің ізіміз ол жерден ешқашан өшпейді. Себебі ол қанмен және көз жасымен жазылған тарих. Журналист үнсіз қалды. Бөлме ішінде тек сағаттың тықылдаған дыбысы ғана естіліп тұрды. Бұл уақыттың дыбысы еді. Бәрін орнына қоятын, бәрін емдейтін уақыттың. Соңы